Сәлем достар! Бүгін нағыз қыста жегін келетін апельсинді кекс дайындаймыз. Өте жұмсақ, ерекше дәмді және өте оңай апельсинді кекс болады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен апельсинді жақсылап жуып, қабығымен бірге турап, блендер ыдысына салып, езіп аламыз. Сосын сұйық май қосып, тағы жақсылап араластырып еземіз. Енді бөлек ыдысқа қант саламыз да, үстіне бір апельсиннің цедрасын үккіштен өткіземіз. Үккіштен апельсиннің сарғыш бергі қабығын ғана өткіземіз. Ақ жағына дейін өткізіп жібермеңіз, ол жағы ащы болады. Сөйтіп қант пен цедраны өзара қолмен араластырып жібереміз. Сонда цедраның дәмі қантқа сіңіп күшті болады. Енді жұмсақ сары май қосып, миксермен араластырамыз. Бірігіп араласқан соң біртіндеп жұмыртқа қосамыз. Әр қосқан жұмыртқадан соң жақсылап араластырып, сосын келесі жұмыртқаны қосамыз. Солай бәрін қосып болған соң қаймақты қосып араластырамыз. Енді електен өткізілген ұн, тұз, ас содасын, қамыр қопсытқыш, жүгері крахмалын қосып араластырып аламыз. Және мен сияқты ұмытып кетпей, алдын ала езіп алған апельсинді де қосып жібереміз. Негізі оның алдында қосу керек, бірақ кейін қосқаннан да жаман болған жоқ, олай да күшті шықты. Барлығын бір миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бірақ ұзақ араластырып қажет емес, тек біріккенше ғана араластырамыз. Міне осындай масса болады. Енді қамырды формаға құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Толық піскенін шпажкамен тексереміз. Шпажка құрғақ болып шығуы керек. Енді кексті ылғалдандыратын сироп жасаймыз. Ол үшін табаға су, апельсин шырынын және қант қосып, отқа қойып, қант ерігенше қыздырамыз. Енді крем дайындаймыз. Бір ыдысқа апельсин шырынын, сүзбелі ірімшік және қантты ұнтақ қосып араластырамыз. Іртік болса, венчикпен қатты араластырып жіберсеңіз болады. Сонда тегіс әдемі крем болып шығады. Енді ыстық кексті шпажка көмегімен барлық жерінен тесіп шығамыз да, сиропты құямыз. Сөйтіп толық суытамыз. Енді формадан және пергамент қағазынан босатамыз. Бетіне кремімізді жағып, өз қалауларыңызша әсемдей бересіз. Мен бетіне апельсин қойып, кептірілген таңқурай сеуіп шықтым. Міне қараңыздаршы, қандай жұмсақ, үлпілдеп тұр ғой, өте дәмді болады және апельсин ерекше қатты сезіледі. Және көргеніңіздей өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын!